Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай кестелі құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда ажурные блинчики. Негізі құймақтарды әртүрлі рецептпен пісіремін. Сүтпен, сумен, айранмен деген сияқты. Жалпы өзіме блинчиктердің жұқа әрі осындай тесік-тесік, яғни ажурный болып шыққаны ұнайды. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойсаңыз, бүгін мен айранмен жасаймын. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Айранымыз салқын болу керек. Сосын үстіне бір шай қасық ас содасын салып, араластырып қоямыз. Араластырып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Реакция жүріп, көпіршіктенуі керек. 2-3 минуттан кейін үстінен жұмыртқа саламыз. Біркелкі болғанша толықтай араластырып аламыз. Одан кейін үстінен шым-шым тұз қосамыз. Тұз қоспасаңыз да болады жалпы. Дәміне қарай қант саламыз. Мен қантты аз саламын. Тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен қайнаған су құямыз. Судың мөлшері сіздің массаңызға тікелей байланысты. Енді үстінен 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен електен өткізілген ұнымыздың жартысын саламыз. Блинчикпен ұнымыз толық ыдырағанша жақсылап араластырамыз. Ұнның енді қалған бөлігін салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен қайнаған су құясыз, яғни қайнаған судың екінші бөлігін. Мен 300-350 мл су қостым. Жалпы судың өлшемі бұл массамыздың қоюлығына байланысты. Судың өлшемі жалпы ұнға да байланысты. Сондықтан өзіңізге қажет осындай сұйықтық пайда болғанша қоссаңыз болады суды. Міне менің қамырым дайын. Осы қоюлығы осындай болу керек. Енді табамызды алдын ала қатты қыздырып аламыз. Содан кейін осылай қамырымызды табаның бойымен жазып шығамыз. Мен бүгін мамам берген осындай шойын табада жасадым. Егер сізде арнайы блинница болса, сонда пісірсеңіз де болады. Жалпы менің байқағаным шойын табада құймақтар қалыңдау болып піседі. Арнайы блинницада дайындайтын болсаңыз, әлде қайда жұқа болады. Егер осы мен сияқты шойын табада пісіретін болсаңыз, осылай алдымен блинылардың жан-жағын көтеріп алған дұрыс. Сонда жыртылмайды. Осылай лопаткамен жүргізіп аламыз. Содан кейін бірден аударамыз. Құймақтар тез піседі, көп уақытты қажет етпейді. Осы ретпен барлық құймақтарымызды толықтай пісіріп аламыз. Алдағы уақытта осы құймақтардың сүтпен және укроп қосып жасалатын түрлерінің видео рецепттерімен де бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Құймақтарыңыз осы рецептпен жасасаңыз, өте дәмді, сондай жұмсақ болып шығады. Арасына кез келген начинканы қолдансаңыз болады, қалауыңыз бойынша. Осы рецептпен жасасаңыз, сізде тура осындай құймақтар, кестелі құймақтар пайда болады. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.